Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай ең дәмді творожный пирогтың рецебімен сіздермен бөліскелі отырмын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және де лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Алдымен пирогымыздың қамырын жасаймыз. Ыдысымызға електен өткізіп, ұнымызды салып, оның үстіне разрыхителімізді салып, екеуін жақсылап араластырып, енді сары майымызды салып, барлығын жақсылап, видеода көрсетілгендей илейміз. Енді үстіне тағы да қантымызды салып, тағы да жақсылап қамырымызды илейміз. Мінекей менде осындай, орысша айтқанда песочный әдемі болып шықты. Енді үстіне бір жұмыртқаны салып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Міне болдық, осындайынан әдемі болып шығады. Енді осыны пищевая пленкаға салып, холодильникке 30 минутқа қойып қойғанбыз. Сол арада пирогымыздың салмасын жасаймыз. Алдымен ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Үстіне кукурузный крахмалымызды және жұмыртқамызды, қантымызды барлығын салып, және де лимонның, болмаса апельсиннің осындай сыртқы кожурасын теркадан өткізіп, дәмі бойынша саламыз. Апельсин пирогымызға әдемі түс және жақсы дәм береді. Болды, енді алдымен қасықпен осы салмамызды барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Қасықпен ғана араластырса болады, және блендермен де болады. Мен кішкене блендермен де өткізіп жібердім. Бір келкі, бір тегіс болсын деп. Міне бізде тегіс бір келкі әдемі болып шықты. Салмамыз дайын. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, осындай арнайы формаға салып, осылай дәл видеода көрсетілгендей қамырымызды жақсылап жайып шығамыз. Шетіне осындай бортигін жасап, дәл осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Міне қамырымызды да салып болдық. Енді вилкамен осылайынан бір тегіс қып жасау керек. Сонда пирогымыз пісіп шыққанда әдемі болып көрініп тұрады шеттері. Енді үстіне салмамызды, начинкамызды құямыз. Енді дайын болған пирогымызды алдын ала қызып тұрған 180 градуста пешке қойып, 10 минуттан кейін градусын 170-ке түсіреміз. Сонымен 35-40 минуттай пирогымызды жақсылап пісіріп аламыз. Пісіру барысында пирогымыз осылайынан көтеріледі. Мінекей пирогымыз дайын. Менімен болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.